Қазір мен сіздерге үй жағдайында сыр дайындауды таңғы асқа үйретемін. Бұл сүттен дайындалатын тағам. Мен мына тефальды қайнатып алдым. Мынаның астын ыстық сумен шаям. Өйткені ол келесі мына сүттің түбінің күйіп кетпес үшін ыстық сумен шайып алдым. Енді міне осыған 2 литр сүтті құямын. 2 литр сүтті құямын да газға өзі сүт қайнағанға дейінгі уақытта қоямын. Қайнатылуға қоямын. Бұл қайнағанға дейінгі аралықта мен бұның ішіне қосатын өзінің міне 3 жұмыртқа алдым. Сонан кейін айран алдым. Жұмыртқаны жарып, бұны ірімшікке қосатын, ірімшікті ірітетін. Бұған сметана да қосуға болады, қатық та қосуға болады. Сондай. Мен қазір міне сүтке құятын қоспаны дайындаймын. Бұл айран менен жаңағы жұмыртқаны қосып дайын. 2 литрға мен 1 қасық, үлкен қасықпен 1 қасық тұз салдым. Мөлшері жетіп қалады ма деген ойдамын. Міне мынау қайнасын, кішкене қайнағанға дейін бұл тұрады. Қоспаны қосып, сүт жылып, қоспа қосатын уақытқа таман, мына сүтіміз жылыған уақыт. Мен қазір жасаған қоспамды қосып ірітетін боламын. Ірімшіктің дайындалу жағдайын жасаймыз. Тұзын салдым 1 қасық, енді 1 кішкене қасық қант қосайын деп тұрмын. Бұл енді бала шағамның барлығы аман сау болсын, елім аман, жұртым тыныш болсын деп, өзім ырымдап, өзім сөйтіп кішкене қант саламын. Тәтті өмір болсын деп солай саламын. Енді міне сүтіміз кішкене жылып ысып келе жатыр. Мен бұған қазір жаңағы өзімнің дайындаған қоспамды қосып жатырмын. Айран менен жұмыртқамен дайындалған қоспамды қосып жатырмын. Енді осыны ірітіп аламыз қазір. Кішкене іри бастады. Енді іріп келе жатқан кезде мұны ақырын отқа қойып қоямыз. Газды азайтып қоямыз кішкене. Оты ақырын болып тұрған керек бізге. Енді бұның ірігенін күтеміз.